Өлә, достар, Айшат әже болып кетіпті, масқара. Айшөн, Айшөн. Маған қараш қаны. Қазір мама үйде жоқ кезде бетін мама кіртір жаттан бойлы. Ей, Айшат, не істеп жатсың? Мамасының кремі кішіреккен жағып жатыр. Өлә, менің крем жағып жатсың ба? Иә. Енді сен, бұны саған жауға болмайды ғой? Неғып жағып жатсың енді? Бұны саған жауға болмайды, бұны мамалар, үлкен апайлар жағады. Енді сен жақтың азында. Өлә, енді қазір ұйықтасаң кемпір болып кетпе тағы. Түрің әжім болып кетеді бұны. Иә, өлә, шашын бералап апты. Мен заттарыма тиіспе деп айттым ғой, Айшат саған. Ал енді не болады бетіңе? Өлә, бәрін жағып апты. Өлә, достар, Айшат әже болып кетіпті, масқара. Айшөн, Айшөн. Маған қараш қаны. Өлә, достар, Айшат әже болып кетіпті, қараңдаршы. Достарынан түрін қарасаңдаршы. Айттым мен саған, кеше анан пайдаланба дедім кремді. Пайдаландың, сосын осындай болып кеттің. Айнаға қараштыр, түріңді көресің. Қандай болып кеткеніңді. Мама, не болғаны, мен әже болып кеттім. Айттым мен саған кеше, ана кремді жақпа дедім. Жақтыңдағыны осындай болып кетті түрің. Қойшы әже болсын, әже болайын. Өлә, енді сыныптастарың сені танымай қалады ғой сосын. Енді істейсің? Сабағыңа бара бересің бай өстіп енді? Иә. Айшат әже болып барасың ба сонда? Ха? Өлә, не болды енді түрің? Бетім кетпей отыр. Енді сен кеше кремді қолдандыңдағын өсіп кеттің ғой? Кемпір болып кеттің ғой? Айттым мен саған, оны үлкен апайлар, мамалар қолданады. Қыздарға қолдануға болмайды дедім. Қараш та бері. Өлә, түрін ай. Кемпір болып кетіпті нау. Ой. Bizim çocuk kişinin çayşık tasa şaşıp gittim. Ойбай, шешесіз ба енді? Иә. Ойбай, мақұл қазір. Ойбай, бел жарамайды ғой, белім олып кетті. Ойбай. Ойбай, әже, бұйқа неғып отырып жатсыз? Шөлеп кеттім, ыстық шай еркеш маған. Ойбай, ыстық шай несі? Шай ішпейсіз ғой, фанта ішсеңізші, мынау мұздай. Жаңа келдік. Ой, фантат нес, мен түсім алады, ыстық шай едік қой, қарағымай. Ыстық шай? Сіз ыстық шай ішемейтін едіңіз ғой? Ішпейтін едің ғой сен? Түсім алып кетті ғой, анда шеберден. Ойбай, кемпір болғаннан кейін түсіңіз ауырып кетті ма? Иә. Нан ішсеңіз болмайды ма енді? Ыстық шай керек па енді сізге? Иә. Ойбай, мақұл жарайды. Ана баклашка, мына мусор баклашка ғой, неғып ұстап алғансыз оны? Етін айран құям. Айран құямын? Иә. Ойбай, сіз таза әже болыпсыз ғой онда, я? Мұнан баяғыда әжелеріміз бос баклашканы тастама дейтін еді. Сіз тура сол болыпсыз ғой. Ойбай, апамдай отырсынай. Қазір мен сізге ыстық шай құямын. Ыстық шай дайындаймын. Балапанам сол, жаным. Ойбай, Аймара бар. Бұл сізге кім болады? Немереңіз ба? Немереңіз ба бұл сіздің? Иә. Ойбай. Жақсы көресіз ба немереңізді? Иә. Немереңізге ертегі оқып бересіз ба? Оқыған мен. Бірақ кішкене оқымай ана шеттім. Айтып бересіз ба ертегі? Иә, ұқтаған кезде. Ұқтаған кезде айтып бересіз ба? Ұқтаған чулай береді. Сізді ұқтатпайды ма түнімен? Иә. Масқара, айттым мен сізге. Сіз дейін ба, сен деп айтам ба, білмеймін енді. Сіз деп айтасың. Менің кремімді жақпа дедім, менің косметикамды жақпа. Бетіңе әжім түсіп кемпір болып кететін дедім. Тыңдамай жақтыңыз, ал осындай болдыңыз енді. Жап-жас қыз едіңіз, түріңізді қараңызшы. Кемпір болып отырсыз. Теспе. Ауырмайтын жеріңіз бар ма өзі? Бүкіл жеріңіз ауыра ма? Жүрегім ауырады. Ойбай, жүрегіңіз ауырады. Сосын? Тісім ауырады.
тісіңіз ауырады. Сосын қай жеріңіз ауырады тағы? Мойным. Мойныңыз ауырады. Сосын? Сосын Сосын қай жеріңіз ауырады? болды. Болды ма? Беліңіз, аяғыңыз ауырмай ма? Белім ауырады. Ауырады ма? Тисе. Енді мынау жерде мына шайды құйып берейін сізге. Ішіп алыңыз. Ыстық шай ма әйтеуір? Иә, ыстық шай. Бір кесе шайыңызды ішіп алыңыз. Шөлдеп отыр екенсіз. Мынаның бәрін күшті екен. Өзің жасағансың ба? Иә, ыстық шайды қайнатып барып бердік қой. Ұнады ма сізге? Иә. Ас болсын. Салфетка кішпе. Салфетка? Иә. Қазір әкеп беремін. Аймара, ана ыстық суға күйіп қаласың былай тұр әжеңнің шайына. Ойбой, әжесін баптап шай ішіп отыр ғой. Кемпірдің подружкама барайын, әңгіме айтып қалайын. Әңгіме айтып қайтасыз ба? Иә. Ойбай, кемпір подружкаларыңызға ма? Иә. Абайлаңыз жолда ит тістеп алмасын. Ит жоқ қой жолда мен. Ойбай, абайлаңызшы әже. Аймара, әжеңнен қалған шайды ішіп атсың ба? Тәтті ме екен әжеңнен қалған шай? Әжең подружкаларына кетіп еді. Әлі келмей жатыр ғой, ойбай, белі ауырып бір жерде құлап қалмасын, масқара, иә? Не істейміз енді, әлі күтіп отырмыз. Ойбай, келді деймін әжең. Кешегі өт что-то. Әже, сіз ба? Иә. Келдіңіз ба? Келіңіз. Тез келдіңіз ғой, или кешіктіңіз ба? Кешіктім. Менің алып кетті ғой. Менен қалған шайымды ішіп жатсың ба? Иә, сізден қалған шайды ішіп отыр. Келіңіз, отырыңыз. Ойла. Мына баклашыңызды тастай алмай отырмын. Ұрсады ма деп тағы да тастап жіберсем. Ұрыспайсыз ба, или тастай берейін ба? Тастайын ба, тастамақ қойын ба? Жоқ. Керек па өзіңізге? Иә. Мейлі. Белім ауырып жүре берген. Енді беліңіз ауырса отырмайсыз ба? Үйде тыныш телевизорыңызды көріп. Подружкаларыңыздың үйіне қыдырып. Қалай, подружкаларыңыз жақсы ма екен бәрі? Иә, жақсы. Күшті әңгіме айттыңыздар ма? Иә, біреуі ауырып қапты. Ойбай, бір подружкаңыз ауырып қапты ма? Иә, құлады жерге. Бел ауырып қапты ма? Иә. Енді сізде беліңіз ауырып жүр, сізде көп жүре бермеңіз. Иә. Иә, абайлап жүріңіз енді. Суық екен шыққандар. Ойбай, тайып қаламапсыз қайта мұзға, иә? Дағы қар жоқ тұр. Ойбай. Үстіме киіп шықтым. Бөпті, әже ауырып қалмаңыз, ойбай, аман болыңыз, үйде тыныш отырыңыз әйтеуір. Телевизор көргеннеш, апа, телевизор көрмейді, отырады ғой. Иә, мейлі ғой, енді үйде отырыңыз да тыныш, құлап қалмай еш жерге. Колбаса кім алып келді жаңа? Колбасаны мен әкелгем жаңа Аймара жейм дегеннен кейін. Не құлап жатқан кезде ма? Қазір сізге жақсылап шай беремін, кәмпит пішінаймен, әңгіме айтайық екеуміз, иә? Иә, балақарымсың. Иә, подружкаларыңыз не істеп жатыр екен, бәрін айтыңыз. Не айттыңыздар подружкаларыңызбен? Әңгіме. Сіз қорқынышты әңгіме айттыңыз. Қорқынышты әңгіме айтып қайттыңыздар ма? Иә. Бопты. Мына әжесінен көргенін істеп жатыр, бетін сүртіп. Сіз жаңа аузыңызды сүртіп кетіп едіңіз бұған. Мейлі онда. Қазір шайды айдынап жіберейін мен онда әже, иә? Иә. Мен ұмытты, отыра бер. Иә, отыра беріңіздер. Достар, мен әже ойнаған. Ұнады ма сіздерге лайк басып кетіңіздер. Әже ойыны ойнадым. Иә, достар, Айшат әже болып ойнады. Айшатты қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Айшат пен Аймараны қолдаймыз, достар. Сау болыңыздар.